Кайнаш братан қалада. Братан, жүрсеңші, үйге кірсеңші бұл. Үйге кіргенде ит жоқ па еді? Бір орыстардың кішкентай бір кәнден иттері болады ғой. Таспен жіберіп ұрам бірақ, аямайды. А? Сәмпік. Мынаны жан-жағынан қоршасаң да, мынау былай жазда таза масахана ғой, кішігірім үй ғой мынау. Қалада мектеп қырғын екен ғой, брачке. Аға, бұл мектеп емес қой. Домдар ғой. Дом деген мектепте бұл сондай. Қала ұнап жатыр маған негізі. Қалаларың ұнамады маған. Оушу, қырғын ғой. Бірақ қыздарың сосық ма деді ма? Қарап at. Ауылда темірді 150 теңгеден алып жатыр килосын. Мынаны кубалмен кеп тырс етсең, жай жылынады ғой мыналар. Алып кете берсең, а? Ауылда той жиындарда жүретін Кайнаш братан. Әли, ана Сәлим апалардың дәл өшін доғып беріңдерші, маған арты мұжылған дейді. Болды, жеңше, тамақтарды қайда беріңіз? Тамақтасы отқан балалар бірден жеп алдыңдар ма? Жеп алдыңдар ма? Болды. Ішпейсіңдер ма? Давай. Титанның басындағыларға айтшы, шай әкіп келсін, шай. Шай таусылып қалды? Шай таусылып қалды? Арақ әкіп келсін да, арақ. Іштегілердің қолынан су құйып шықшы бар. Көше бағың. Мамаң айтып беремін мен. Айта бер, мамам бер. Мамасынан қорқатын біреулер тауып алу керек да таңғалды. Бірашқа бергешсін. Жа, қойды не алдыңдар? Қойдың басын үйітіп қойдық болды, жеңше, уайымдамайын. Негіз сойдыңдар ма? Қойды сою керек бетіне, жеңше. Қазір сояп, оны тірідей үйітіп жөрдік қой біз басын, паялым. Айттың да олар. Билесі бір. Жағын, жеңше. Біз қызы болайық та қазір, сосын бейдің көгесін көрсетеміз, жеңше. Той жиындарда жүретін Кайнаш братан. Үйдің іргесіне моторын ысылдатып су шашып жіберіңдерші. Немене білем ба? Келген құдалардан жоқ, үйдің жанында туалет бар екен деп ойлайды. Палатын дұрыстап қойдың. Ләмпай, ана палатын дұрыстап құрыңдар, я. Жеңше, анау палатын әкеп қойдың. Балалар құрып алыр ғой, я. Жеңше, жат шишаны бересіз. Болды, кешке. Рачка, отындарды жарып дайындап қойсыңдаршы, қазір ұят болады. Тамауырға керек қой. Титаған бәріне керек қой. Анда отындарды алып, бар күтірін ұрып, жарындар. Мен басым айналып қалды, мен үй барып жатам. Рачка, құдашаң номер таппеш ма? Братан, әйелім ол менің. Қатыныңды берсе онда маған. Анау жындымады бөлі қызғанша қалды. Қатыныңды берші дейді. Әлемнің жарығы деді, жарқ етсізді ғой. Жаңа аррай. Нормально келіп бұлай ішіп кеттік қой бір. Братан, той халал еді, уайымдамаңыз. Шай іше ма? Скваттағы арақтың бәрін ішіп қойдым. Здырды. Давай болған. Су шашып қойыңыздар мен, неміне білді. Келген қонақтар айтады, шаң-шаң білді. Қонақтар үйде ғой? Кеп қой. Той жиындарда жүретін Кайнаш братан. Ана көршінің үйіне барыңдар да, дәу ұстап алып келіңдерші, ана жеті замай бәрі. Сөйтіп келіп Айгүл жеңшеңнен Титан алып келді. Гел әкеп тұр ма? Титанның өзін алып келеді. Әлім, ошақтың басындағы орнағаншы, қамыр оқ атап кетті. Іштегілердің бәрі саусағын жеп отыр. Брачка, ана алып келген қыздың түрін немене білейін? Ана бетіндегі кремі біздің асфальттан қалдың болып отыр ғой. Жеңше, ана кішкентай балаларыңыз айтсаңшы, палатканың астынан коланы абиткі сұрай бермесін. Қолдары бит айтыр. Ана жеңше, қамырларыңыз не алды сіздің? Әлі шыққан жоқ қой. Ана сіздердің қамырларыңыз шығам дегенше біздің әне арағымыз созылып қалды ғой. Сосын келіндеріңіз айтсаңшы, не білмейді, дым істемей жатыр. Ана 4 жерден салат қойып қойдым. Ай жаным айналайын. Палау басып қойдым сосын. Ай жаным айналайын. Рашке, ана Титаннан қайнаған шай әкіп келсеңдерші. Жаңа ана бір самауырын апарды ғой. Оны төгіп алдым апаңның үстіне. Шай жоқ па енді? Апаң да жоқ. Той жиындарда жүретін Кайнаш братан. Мына мен су шашып есік алдына мына сыпыра берсеңші, мен бір өзім қақылып жүре беремін. Ай, тойханада өтеді ғой. Ой, иә. Шылан кім тойханаға тартып кетті. Болды атака, мына қағам соған қолын жуып аласыз ғой. Жандарың ашысындай, мына су құйсаңдаршы, менің қызықшылығым емес қой. Үйде раковина бар ғой. Ой. Құманмен су тасып лоқ болып жүрмін ғой, мен өкпе болып. Ана іштегілерге ет жетіп па? Мына Ғабиттің достары келіп, мына ет салып жүрмін. Болды, мен қазір ет салып беремін. Ай, қаладан келген достары. Қаладағы ойпай толтырып салайын онда. Қанша келіпті олар? Біреу. Ет жоқ деші, қамырдың көзін бере бердім. Тамақ жеп алдыңдар ма? Жедік. Қолаңа астанаға қатып алып шибаңды жай ма? Болды. Менің балаларым сендірмей жүрген шығар, Жоқ. Қой, әкеле.
жеңше, тамақтарды кіргізе берейік па? Ана әйелдер жаққа алып табақ. Әйелдер жаққа 6 табақ дайындаңыз. Ана кемпірлерге 7 табақ. Кемпірлерге 7 табақ мә. Ана жаңадан келген қыздарға 3 табақ кіргізіңдер. Қыздарға 3 табақ. Қатындардың бәрі жиналып не істеп отыр өзі үйде? Біз тасып отырмыз тамақтың бәрін біз істедік. Қайныма өзінен артық жоқ қой енді. Палау жейтін шығарсыңдар екіншісіне. Ей жаным, істесең жейміз. Шек қарын тазалай беремін мен. Ей ақылды май. Мал қайда? Кесе бопты. Боп нес? Орамалыңды алып шығып ана келдің бетіне жап. Той жиындарда жүретін қайнаш братан. Палау тасып жүрген бір әшкілер. Палау жеп алдыңдар ма өздерің? Е, жеп алдым. Не әбі жейсіңдер? Жетпей қалды ішке. Нең жетсесің? Ай, қайнаш. Ял жеңше. Ой, ана шегіріп құдашамен танысайын. Ой, ана құдашаң немене біле ана түрі? Шоңқыр беті тез. Ей, оның бетін не аласың? Бетінің өзі андай болып жатыр. Палау жеп жатыр мен. Сен таппай жүрің ғой? Ана туалетке бумага апарып қоймайсыңдар? Құдалар тасыды бұл жан жақтан. Бірәшік сен түрге соң, ана титаннан бар да ыстық су алып кел. Біреуіне қызыл шай алып келесің, біреуіне көк шай алып келесің, жарай ма? Шатасыр ма? Разница жоқ, шатасып қалса да. Босай алып кесіп өттіз. Оқтау сайтын біреу дайындап қойдыңдар ма? Біреу ұстасаңдаршы, жоқ ұстылмады, үйленесіңдер ғой. Өздерің оқтауларын қақиып ұстап жүре бермей. Братан, не ол? Ана титанның басындағыларға айтшы, шай алып кірсін ішке. Той жиындарда жүретін қайнаш братан. Сендер таппай жүрің ғой? Бүкіл ауылға сағат 12-де бет ашар деп айтып шығыңдар, жарай ма? Бәрі естісін, 3-4 адаммен бет ашып тұрмай, құр бар. Қалай? Анау магазинге бар да. Не қыш? Сок-пок бірдеңе алып кеш бар. Ақшасын берсінші. Ой, қайнаш қарызға десең, Бере ма? міне бер. 125 мың қарызым бар ғой мен. Жаным жеңшем, ақ жеңшем, отын бәрін бұтақ қойды. Бір шиша берсеңші. Ал құдықтың басында өңшең құдықтар отыр. Отындарды алып алып ана қазанның астына жақсаңдаршы, не жағатыныңызды білмей қалдық. Аяқ киім жағып жүрдік қой. Міне жеңше барады. Жеңше, келдеріңіз айтсайшы ма, есік алды сыпырып алсын немене білмеймін. Ойбай, ау, қайным, сенен артық жоқ қой. Ай, жаным айналайын. Су шашындаршы меға. Ай, жаным айналайын. Алло? Сапок келдім ғой мен қалаға. Ажар деген магазин жанында тұрмын. Қайнаш братан қалада. Қандасы маған домофонды ашып жіберші, ана кілт қақпай. Орыс қатын екенсің, мал. Қалай саған? Қалай, ташақ? Пошел да, пошел. Бүгін орыстардың жылауық қой біле ғой? Жылап отыр ғой. Ана бір источник Василий деген біреуге барған. 2 тысяч дейді. Қойшы деді. Ауылдағы источник сәмпөк жақсы одан. Бір шишаға істей берді. Братан, мынаны мұсырға тастағандарың не? Жарамайды ғой. Ой, мынаны жарамат дегенде ауылда баняғы жағы жүруге болады. Інім, мынаны 20 жылдықтар сап берді ма? Жоқ, акимат салды, акимат. Әр дворда бар осындай. Қойш? Бізде ауылда 20 жылдықтар салады ғой бұндай. Сәмпөк ма, қалаларың ұнамады маған, жақпады. Сендерде бәрі бар ғой, интернет бар, жаңа көшелерінде жарық бар. Ауылда да бар ғой. Біздің Сызған деген ауыл, Қаратаудың баурайы. Табиғат, міне. Табиғат болған жаңа интернет бәрі шығар. Табиғатын айтып отыр ғой, міне, зор. Әкімдер не қарап отыр ғой? Сол таза ауаның бастығы ғой.